күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге 2 апельсиннен 5 литр суп жасау тәсілін көрсетемін. Ол үшін ең алдымен 2 апельсинімізді кипятокқа салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат тұрып болған соң, салафанға салып, басын жақсылап жауып, мұздатқышқа 12 сағатқа қойып қоямыз. Одан соң бізге мына жерде қажетті ингредиенттерді дайындап алдық. Ол қант, лимон қышқылы және де су керек болады. Сонымен қатар массировкаларыңызды дайындап қойыңыздар. Енді осылай тоңазытқыш мұздатқыштан шыққан апельсиндерімізді массировкадан қабығымен бірге өткізіп аламыз. 4-ке осылай бөліп алыңыздар. Осы мясорубкадан өткізіп алған апельсиніміздің үстіне 2,5 литр су құямыз. Және қалған 2,5 литр суға үстіне қантымызды және лимон қышқылын салып 15 минутқа қалдырамыз. Лимон қышқылын. Араластырып 15 минутқа қойып қоямыз. Минут тұрған соң екеуін бір-біріне араластырып екеуін біріктіреміз және араластырамыз. Тағы да 40 минутқа демалдырып қоямыз. Дайын болды. Осылай өте әдемі болып, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.